Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі сабағымыз бас әріппен басталып жазылатын сөздер. Нұрсұлтан мен Алматы деп аталады. Бүгін сен өлеңді түсініп оқитын боласың. Және айтылу мен жазылу бірдей сөздерді есте сақтап отырып жазатын боласың. Бас әріппен жазылатын сөздерді анықтауды жалғастыратын боласың. Алдымен шаттық шеңберіне шығып, бір-біріңе жақсы тілек айтсаңдар болады. Сосын мына сұрақтарға жауап беріп көр. Таулы аймақта орналасқан қандай қаланы білесің? Иә, ол Алматы қаласы таулы аймақта орналасқан. Өмір ағашы қай қалада орналасқан? Яғни бәйтерек деген ағаш қай қалада? Дұрыс айтасың, ол Нұрсұлтан қаласында орналасқан. Ал Алматының табиғаты Нұрсұлтан қаласына қарағанда қандай болады? Бірдей ма екеуінің табиғаты? Жоқ, екі түрлі ма? Қай қалада көбірек жылы болады, қай қалада көбірек суық болады? Иә, дұрыс айтасың. Алматының табиғаты Нұрсұлтан қаласына қарағанда жылырақ болады. Ал Алматының жазы Нұрсұлтанға қарағанда ұзақ бола ма, ыстық бола ма? Өте дұрыс айтасың. Ал Нұрсұлтан қаласы Қазақстанның қай жерінде орналасқан? Оңтүстікте ма, жоқ солтүстікте ма? Орталықта орналасқан екен. Өте жақсы. Қалаға қарағанда ауылда жеміс-жидектер аз бола ма, көп бола ма? Дұрыс айтасың, көбірек болады. Тамаша. Енді осы Нұрсұлтан мен Алматы деген өлеңді оқып көрейік. Менімен бірге дауыстап оқып отырсаң болады. Оңтүстікте біреуі, солтүстікте біреуі. Нұрсұлтан мен Алматы еліміздің тіреуі. Екеуі жер жәннаты, екеуі елдің қанаты. Егіз туған баладай Нұрсұлтан мен Алматы. Тамаша. Өлеңді бізге Серікбай Оспанұлы деген ағаларың жазған екен. Өлеңде жер жәннаты деген сөз кездесті. Жер жәннаты деген сөздің мағынасы ең көрікті, жанға жайлы жерлер екен Нұрсұлтан мен Алматы. Келісесіңдер ма, балалар? Өлеңді тағы да бір рет дауыстап оқып көріңдер. Сосын өлеңнің ішінде аталған қалалар туралы не білесің? Алматы туралы не білесің? Нұрсұлтан туралы не білесің? Досыңа айтып бер. Енді авторға назар аударыңдар. Осы өлеңді бізге Серікбай ағаларың жазған. Серікбай ағаларың Торғай облысындағы Жангелдин ауданының Шилі деген ауылында дүниеге келген екен. Бұл ағаларының жер жүрегі, жас керуен деген жинақ кітаптары бар екен. Тауып оқып көрсеңдер болады, егер оқығыларың келсе. Енді сергіту сәтін жасап алыңдар. Сосын дәптерді ашып, солтүстік және шығыс деген сөздерді асықпай жазамыз. Сосын сөйлемдерді оқып, екінші жаттығуда жер, су атауларын ғана теріп жазамыз. Сөйлемдерді міндетті түрде оқып отырып, жер мен өзен, сулардың атаулары, яғни бас әріппен жазылған сөздерді теріп жазамыз. Жаттығуда жер аттары Нұрсұлтан және Атырау деген қалалардың аты жазылған. Сосын су аттары Есіл мен Жайық өзені аталып тұр. Енді берілген сөздердің ішінен қала аттарын теріп айтып көр. Қандай қаланың аттарын көріп тұрсың? Өте жақсы, тамаша. Соңғы тапсырманы өзің орындап көр. Сен өзің білетін қаланың аттарын жазып көр. А әрпінен басталатын қандай қаланы білесің? Б әрпінен, Қ, Ш, Т әріптерінен келетін қалалардың атын жазып, мұғаліміңе немесе маған жолдасаң болады. Комментарийге жазып қалдырсаң да болады. Енді таза тақта деген ойын ойнайық. Мына сұрақтарға жауап берген сайын біздің тақтамыз тазарады. Алматы қаласы қай аймақта орналасқанын есіңе түсірші. Алматыда қар қалың жауа ма, жоқ аз жауа ма? Алматының жазы қыдыруға қолайлы ма, әлде қолайсыз ба? Алматыда ашық күндер көп па, әлде бұлтты күндер көп бола ма? Қалай ойлайсың? Алматының ауа райы Нұрсұлтанға қарағанда жылырақ па, суығырақ па? Алматының қысы Нұрсұлтанмен салыстырғанда қандай болады?
балалар осы сұрақтардың бәріне дұрыс жауап беріп отырсаң, қиналмай жауап беріп отырсаң, алтын сандық сенікі. Ал енді кейбір сұрақтарға жауап бере алмай жатсаң, онда күміс сандық аласың. Ал мүлдем жауап бермеген болсаң, саған ағаш сандық бұйырады бүгінгі сабақта. Өзіңнің алған сандығыңмен достарыңмен бөліс. Сен бүгін өлең оқыдың және бас әріппен жазылатын сөздерді, қаланың атын, өзен сулардың атын тауып анықтадың, солай ма? Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Ұнаған болса комментарийге белгі қалдыруды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.